Шымкент Сарыағаш тас жолының бойынан жаңа көлік базары ашылды. Базар көлік сатуға және сатып алуға ниетті жандар үшін заманауи үлгіде жабдықталған. 1,5 гектар аумақты қамтитын орында тұрақ тегін, әрі тұтынушыларға қажетті нысанның барлығы дерлік қамтылған. Автокөлік сүйер қауымның көңілінен шыққан жаңа базарға барып, ондағы жағдаймен жақын танысуды жөн көрдік. Бұл аумаққа 500 көлік емін-еркін сейіп кетеді. Базарда көліктердің кіріп шығу үшін ақы алынбайды. Базар өкілдерінің айтуынша көлік сату үшін де, сатып алу үшін де өте қолайлы жағдай жасалған. Бұл жердің жалпы аумағы 1,5 гектар жерді құрайды. Бір уақытта 500-ге жуық адамға қызмет ете алатын кафе мен техникалық жөндеу, автоөлшек сату орталықтары, сатушылар мен сатып алушылар үшін қызмет көрсететін нотариус, банк өкілдеріне арналған кабинеттерде дайын тұр дейді көлік базарының басшысы. Жанымызда автосалон ашылған. Автосалонда банкирлер келіп, жаңағы кредитке алам дегендер, мысалы сондай бір жақсы жаңалықтар бар. 6 миллион теңгеге дейінгі алатын машиналарға бірінші залог құйылмай беретін мүмкіншіліктері бар екен. Енді мен өзім ойлап отырмын, автосалонмен, банкирлермен қосылысып, адамдарға ыңғайлы жағдай жасау. Қазір біз біраз уақытқа дейін тұраққа ақша алмаймыз. Машиналар көбейіп жатыр. Біреулер жаңалатам дейді, біреулер осы банктың жаңағы шарттарын білмейді. Соны келіп көріп, үйренсін, қалдырып кетуге де болады машиналарын. Егер жаңағы ары-бері тасу ұзақ болса, мысалы Жетісай, Шардара, Абайға, оның бәрін жағдайын қарастырып отырмыз. Жаңағыдай біреу келіп, сол күні тамақ істеп сатамын деп, жаңағыдай бір майда-жүда баллон, машинаның запчастарын, сондай заттар машинаға керекті қатысты нәрселер әкеліп сатам десе, қарсылығымыз жоқ, жай тауып береміз. Сауда орнының ашылған естіп көлігін сатуға алып келген Дастан Ахметов базардың алушылар үшін де сатушылар үшін де ыңғайлы екенін айтты. Себебі біріншіден жолдың бойы, екіншіден жұмыс күні емес, демалыс, яғни сенбі күні жұмыс жасайтыны барша үшін тиімді. Әрі сенбі күні көлігіңді сата алмай қалсаң, базарға көлігіңді қалдыруға да болады екен. Демек көлік алушылар кез келген күні сатылымдағы көлікті көріп, саудаласуға мүмкіндігі бар екен дейді. Сенбі күні бізде Сарыағашта базар жоқ. Тек қана дүйсенбі күні болады. Сенбі, жексенбі халық енді демалады ғой, жұмыстан бәрі демалған соң халыққа да удобно, мысалы келіп сенбі күні қол босса келіп, мысалы машина сатады, біреулер келіп бағасын біліп кетуге келеді, мысалы біреулер баласын алып келіп жаңа машинаны көреді. Көліксіз азыр ештеңе істей алмайсың ғой. Сол сияқты негізі дұрыс қылды мына базарды ашып мына жерде. Өзіміз жаңағы бізде сол көруге келдік. Сарыағашта мынандай өзгерістер болып жатқан жақсы ғой енді. Бұл енді базардың бір жақсы жері қаланың ортасында емес, мынау шет жақта болған соң, мына трассаның бойында, мынау Жетісай, Шымкент трассаның бойында, мына шет жақта болған соң, өте қолайлы жерде негізінде базар. Міне келіңіздер базарға. Бұл базарды көріп, ары-бері өтіп жүргенде бәрі біледі, көріп жүр мына жер. Қысылып жатқан, бірге қандай жер жоқ, мысалы, кең жер, қанша машина сыяды мына жерге. Келсін Сарыағаштың халқы мына жерді көрсін, машинасын әкеліп сатсын, сататындар, алатындар алсын, жағдайын бәрі жасап қойған, шайын береміз дейді міне. Автокөлікті әкеліп қойып қойса, тұрғанға жаңағы ақысын алып жоқ, мысалы, сұрап жатқан жоқ ақы. Бәрі де беріп жатыр табличка, жазасында маркасын, бағасын жазасында қойып қоясың. Жақсы, удобно. Атап өтерлігі, бұл сауда орнында сатып алушылар мен сатушылардың қауіпсіздігі қарастырылған. Базар толықтай бейнебақылау камераларымен жабдықталған және күндіз-түні күзетші тұрады. Сондай-ақ санитарлық талаптар сақталған. Базар басшысы тазалыққа баса мән берген. Бұған дейін мұнда 60-қа жуық көлік жиналыпты. Жалпы көлемі 500 көлікке есептелген аумақты орталық өкілдері қажет болған жағдайда кеңейтуге де әзір екен. Жасұлан Әлбеков, Аман Асылбек, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.